Бұл бөлімде Өзбекстан авангарды, яғни 1920-30 жылдардағы дөрелген картиналар хақында тоқталып өтеміз. Музейіміз авангард картиналары бойынша дүния жүзінде екінші орында тұрады. Яғни сол бұл бөлімдегі картиналар Александр Волковқа тиесілі картиналар. Александр Волков 1886 жылы Ферғана уәлаятында туылған. Кейіншелік 1916-20 жылдарда ол Ташкентке көшіп өтеді. Ол жерде көптеген жұмыслар алып барады. Яғни атап айтатын болсақ, сол Волков бригадасын түзеді. Бұл жерде міне айтып өткен 1920 жылдардағы дөрелген жұмысларын көріп шықсаңыз болады. Сол ертедегі жұмысларын айтатұғын болсақ, жатқан модель 1910-16 жылдар давамында ол белгілі художник Врубельдің тәсірі астында істейді, яғни мозаик формаларда. Ертедегі жұмысларының бірі неге көріп тұрғаныңыз көк орамалдағы хаял гілем фонында болып есептелінеді. Айтып өтетін болсақ, Александр Волковты Ташкенттің легендасы деп айтқан, сол өзінің жарқын характері, жарқын жұмыслары үшін. Александр Волков Өзбекстан көркем өнер музейінде бірінші директоры болған. Бұл қанада Орал Таңсықбаевтың жұмысларымен танысып өтеміз. Орал Таңсықбаев өзі 1904 жылы Ташкент қаласында туылған, білеті қазақ болған. Орал Таңсықбаев өзі Ван Гог, Гоген, Матисс кебі белгілі художниктің тәсірі астында істеген. Белгілі художниклар Ван Гог, Гоген, Матисс кебі художниклардан тәсірленіп, өзі сол импрессионизм стилінде көплеген жұмысларды дөреткен. Орал Таңсықбаев өзінің 300-ге жақын жұмысын Игорь Савицкийге сауға ретінде берген художниклардың бірі. Орал Таңсықбаевтың өзінің автопортреті художниктің өзі сызған 1935 жылы істелген жұмысы. Келесі художнигіміз Александр Николаев. Оның жұмыслары витринада көрсетіп өтілген. Мәселен, бұл жұмыслары 1920 жылдары дөрелген олар. Бұл жерде өмір жолы, супы, әмде тері малахайлы бала суретін көрсеңіз болады. Өзі Александр Николаев 1920 жылдардан кейін Орта Азияға келген, 5 жыл давамында Самарқанд қаласында жасап, ол жердің сол табиатын сүйіп, мұсылман хатекі сол христиан дінінен мұсылманшылықты қабыл еткен. Айтып өткеніміздей, оның екінші аты Ұста Мумин. Жөнелсілерін айтып өтетін болсақ, рус иконографиясы, шығыс миниатюрасы, хамде итальян художникларының техникаларынан пайдаланып көптеген жұмыслар дөреткен. 20 ғасыр басларындағы Өзбекстан суретлеу өнерінің және бір уәкілі бұл Николай Карахан. 1900 жылы Нагорный Карабахта туылған. Сол жаслайынан суретшілікке қызыққан, себебі оның анасы сол кілем тоқушылық фабрикасында істеген, соның үшін ол реңлерге болған сүйіспеншілігі жүдә күшлі болған. Өзінде сол суретшілікке болған қызығушылығы оянған жаслайынан. Бұл жерде 1920-30 жылдардағы жұмысларының көріп өтеміз. Мәселен, сол Бұхарадағы су тармағын өткеру, яғни Николай Карахан өзі көп жылларын Бұхарада өткізеді. Ол жерде сол дөретлеушілікпен шұғылданған. Оның музей коллекциясында топламында 762-ден астам жұмысы бар. Яғни әр түрлі жөнелістілерде, әр түрлі жанрларда суретлері бар. Графика, яки болмаса сол живопись суретлерін, картиналарын көресіз. Және бір ажайып художнигіміз Михаил Курзин. Михаил Курзиннің ажайып жұмысларымен танысып өтеміз. Мәселен, бұл жерде сол Михаил Курзиннің капитал, яғни байлық жұмысы көрсетіп берілген. 1931 жылы дөрелген жұмысы. Бұл картинада тек арнан сол айтып өткен байлықты,
көрсөтүп берүүгө аракет кылган болсо, оригинал варианты төмендегиче болгон, лекин сол кийинчерээк бул төменги кысмы кесилип, жок болуп кеткен. Бул катарда Надежда Кашина, яғни хаял художниктің бір канча жумуштары менен таанышып чыгабыз. Маселен, Надежда Кашина өзү Пермь каласында туулган, Россия Федерациясынын, һәм минеки онун жумушларынын бири базардан кайтуу жумусу болуп эсептелинет. 1941 жылы төрөлгөн жумусу. Түрөтүүчүлүгүнүн дасилепки жылларында Надежда Кашина Деканын экспрессионизм стилинде көплөгөн жумуштарды өйрөткөн. Маселен, атап айтатын болсак, пахта терими жумусу һәм баланын, сол нарестенин туулуу деп аталган жумуштары. Ал кийинки жумушларында болса, Надежда Кашина академизм һәм реализм стиллерине этибарды көплөп караткан. Музейибиздин залында сол Кызгыч, Самарканд, яки болмаса сол Самарканд көчөлөрү деген жумушлары бар.